қош келдіңіздер. Біз осы Кентау қаласында тұрамыз. Есімім Айдана. Жасым 25-те, жолдасым екеуміз жастымыз. Ортақ бір ұлымыз бар, тұңғышымыз. Жасы 1 жас 9 айда. 2018 жылы тұрмыс құрып, 19 жылы дүниеге келді. Мен өзім үйде отырамын, үй шаруасымен айналысамын. Мен де, яғни, аяғым ауыр кезде барлығы жақсы болды. Босанған кезімізде де жақсы болды. Бірақ балам өмірге келген соң емізе алмадым, ембеді. Одан кейін смеш іштік. Содан бізде туылғаннан гортань дамымаған деді, кеңірдегіміз дамымаған деді. Демаламай, қиналып, түнмен ұйықтамай, қолда көтеріп жүретін тұғымыз. Мен негізі дорамаринді 1 жастан бастап бердім. Сол кезде звондаған кезінде беруге бәрін сұрап білдім, бірақ балам тым кішкентай ғой деп қорықтым да енді. Опыт жоқ, тұңғышым болған соң білмеймін, қорықтым. Сосын ауыра бердік. Өтірік айтпасам, 1 айда 2 реттен ауырамыз, только антибиотик ішіп жүрдік. Сосын 1 жасымызды тойлап болған соң әкесі екеуміз отырдық да, осылай біз дәрі іше береміз ба, бұны қалай емдейміз, не береміз деп екеуміз ойланып отырдық та, сол кезде жаңағы звондаған есіме түсіп кетті. Әкесіне айтып едім. Сен қайтадан звондап көрсе, тағы консультация алсай, қалай болады екенін сұрап біл деді. Сосын мен қайтадан звондадым, сұрастырдым, бәрін түсіндірді, сөйтіп 1 курс лечения қанша болады, қанша банк ішуіміз керек, бәрін сұрап білдім. Сосын бірінші мен баламның реакциясын көрейін дедім де, 4 банкысын алайын деп шештік. Табиғи өнім холодильникте сақталады, 20 күннен артық ашылған екен қолдануға болмайды. Шыққан күннен кейін 6 ай ғана қолданасың деген соң, шынымен де табиғи өнім ғой, бұл зияны жоқ шығар деп ойладым. Мен балама ол көп айтып жатады ғой, 1 ай, 2 айда әсер етті деп, мен балама ол почти 4-5 күнде әсер етті. Сразу активный болды, аппетиті ашылды. Өзінен өз гүбірлеп, бала тілімен сөйлеп, ойнап, солай болды. Сосын ары қарай іштік, сонымен жалғастыра бердік. Біз оған дейін өте көп ауырдық. Түсініксіз аурулар болды. Бірден температура шығып кетеді, стоматит болады аяқ астынан. Былай қарасам, бетіне қарап отқан бала ғой, бірақ көп ауырды да. Солай кейін иммунитет түсіп кетті деп ойладым. Запор болды, іш қату болды, соның бәріне осы дорамарин ем болды. Осының арқасында қазір почти ауырмаймыз деп айта аламын. Баламның иммунитеті жақсы қазір кезде, жиі ауырмаймыз, аппетитіміз де жақсы, запорымыз ішімізде дұрысталды. Сосын бізде дисплазия болғанбыз, ұршық мүлдем болмағандығым. Сосын жиі ауырып қала бергеннің әсерінен біздің ешқандай массажымыздың көмегі болмады. Мен 13 курс массаж алдым. Ешқандай көмегі болмады, ауырып қаламыз, температура береміз, массажымыз үзіліп қалады. Содан ешқандай әсер болмады. Кейін мен дорамарин бере бастағаннан ол ауырмайды, постоянно активный болады, аппетит жақсы болды. Сөйткен кезде біздің ешқандай массажымыз үзілмей, біркелкі алып отырдық та, соның арқасында біздің ұршығымыз өсіп, бір аяғымыздан 5 мм қысқа болатын тұғым. Жүрісіміз былай қисалаңдап жүретін тұғымыз. Соның бәрі осы дорамариннің арқасында ретке келді. Тісімізде түгел шықты, тісімізде кеш шығып бастап, солай қиналған онда ештеңе болмады осы дорамарин арқасында тісімізде. Былай айтқанда, қорыта келгенде бізге өте жақсы көмектесті. Дорамаринді мен кеңес еттім, өзімнің туған ағамның балдары ішіп жатыр қазіргі таңда. Сосын өзімнің туған әпкемнің баласына алдық. Одан кейін жолдасым жақтағы әпшелемнің балдары ішіп жатыр. Менің дорамарин компаниясына алғысым өте шексіз. Дорамаринді бұдан да ерте пайдаланбағаныма мен негізінде, былай айтқанда кішкене өкінем, мүмкін балам бұнша дәрілерді ішпей, осы өніммен ғана жақсы болып кетер еді деген ой болады. Дорамарин компаниясының консультанты Алтынай ханымға менің алғысым өте үлкен. Өз ісіне өте жауапты маман ол кісі. Қай кезде, қай уақытта WhatsApp болсын, телефонмен звондасам да
сразу жауап береді, өте қанағаттанарлық жауап береді. Солысына үлкен рахметімді айтамын.